Қатал тағдыр 7 бөлім. Соңына дейін көріңіздер. Өте қызық. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол бір түскі уақытта енесі Таңшолпанға жылы шырай танытқан сияқты боп, асты-үстіне түсіп, жата ғой, шың ауырады, деп бөлмесіне жатқызып, керемет ене рөлін ойнап шықты. Жүктілігіне 7 ай болған келіні аң-таң, онсыз да белі ауырып, мазасы болмаса да үй тірлігін істей беретін. Енесі стаканмен жылы сүт әкеп, қане қызым ішіп ал, сергіп қаласың деген. Ойында ештеңе жоқ. Келіні сіміріп ішіп алды. Ол сүтте ұйықтататын дәрі бар еді. Келіні ұйықтап кеткенде жалдаған жас жігітті шақырды. Қанат сенетіндей қылып киімдерді шашып, анадан жаңа туғандай жалаңаш денесімен төсекте бірге жатқан жас жігітке ескертіп қойған. Базардан үйге келген сияқты боп ұлына телефон соғып, соңғы кезде әйелінің телефонмен көп сөйлесетінін айтып, күдік ұялатып қойды. Есікті аша бар даусымен жалған айқайға басты. Әй, оңбаған салдақы, сенің осындай екеніңді біліп едім. Жалдаған жігіт те өзі шақырды деп ақталған болды. Еркектің даусығын естіген Қанат ашуға булықты. Шашынан тартып оятқанда Таңшолпан есінен тана жаздады. Сол кезде енесі фотоға түсіріп алып ұлына жіберді. Бар жұмысын тастап, Қанат естігендеріне сенбей жолға шықты. Енесі мақсатына жетіп, енді көзіңді құртасың, ертең ұлым қалай қуанатынын тамашалайтын боламын деп мәз. Таңшолпан жылап, өзінің кінәсіз екенін қалай дәлелдей алмай қиналды. Енесінің ісі екенін айтып, оған айқайлауға дәрмені жетпеді. Іші де тырысып ауырды. Түнімен жылап, таңертең әрең тұрды. Таксимен жылдам келген Қанат үйге кіріп дереу Таңшолпанды сабай жөнелді. Саған сендім ғой, қалайша менің арымды, намысымды таптап, маған қиянат жасадың деп сабады. Ұлын арашалау үстінде сыртқа далаға сүйрелеп шығарған анасы жұбату үстінде, саған айттым, кезінде менің айтқанымды тыңдағаныңда бұлай намысың тапталмас еді, деді. Орнынан тұра алмай ыңырсыған келіннің денесі көгала қойдай еді. Қазір қуып шықса, жүкті келіншектің ұрылғанын көріп, ұлын қамап қояды деген оймен Таңшолпанды енесі үйден шығармады. Қанат Таңшолпанға ашуланып, кафе жағалап ішіп кетті. Барлық денесін ала алмай, іші қатты ауырып барады. Орнынан әзер тұрып, суға зорға жетті. Бір апта қиналып жатты. Енесі сыртқа шығармады. Қанша жалынса да енесі міз бақпады. Таңшолпан іштей Алладан баланың амандығын тілеумен болды. Ішіндегі нәрестенің қимылын сезбеді. Басы айналып, көзі қарауытып құлағанда, өліп қалса жауап беремін деп қорыққаннан енесі жедел жәрдемге хабарласты. Әттең-ай, бәрі де кеш еді. Іштегі нәресте бір апта бұрын шетінеп, анасының жатырын шібіртіп жіберген еді. Дереу ота жасаған дәрігер әйелдің аман қалуы үшін өлі сәбимен қоса жатырын да алып тастады. Бұл жағдайды естіген Таңшолпан жанары жасқа толып, қайғыдан қан жұтып, Аллам-ай, мені соншама сормаңдай қылғаның не, бейкүнә сәбиімнің не күнәсі бар деп қайғырды. Тіпті өз-өзіне қол салайын деп жатқанда дәрігерлер құтқарып, біраз уақыт емханада психологтардан ем алды. Бұл күндері Сәуленің бағы тайып, осынша уақыт үйі көлігі жалған атына тұрған екен.
сұңғат одан да сұлу, одан да жас көңілдес тауып, баланы өзінің атына алдырып, Сәулені бір-ақ күнде тастап кетті. Үй-күйсіз қалған Сәуле шыдамай 3-ші қабаттан өзін тастап жіберді. Құдайдың құдіреттілігі шексіз ғой, аман қалды. Бірақ бел омыртқасына зақым келіп, мүгедектер арбасына таңылды. Тағдыр ана мен қызды бір емханада жолықтырды. Екеуі де психологтан ем алып жүрген. Екеуі алғаш бір-бірлерін көргенде бір-бірлеріне жалтақтап қарай берді. Тура таныс адамдар сияқты. Палатасына келіп Таңшолпан ойланды. Мына әйелдің жүзін қайда көргенмін, тура таныс сияқты. Есіне әжесінің үйіндегі фотодан анасының фотосы есіне түскенде ол әйелді іздей бастады. Таппаған соң әйелді әкелген медсестралардан сұрастыра бастады. Жалғыз өзі терезеге телміре қараған, жүзінде өкініштің ізі бар. Әйелдің ойын бейтаныс қыз бұзып жіберді. Анашым, анашым, анашым деп көз жасынан сөйлей алмай құшақтаған қызын жүрегі елжіреген ана қайта-қайта кешірім сұрап, не деп ақталарын білмей жүрегі қан жылауда. Қайта-қайта кешірім сұраған ана өз ісіне өкінуде. Бұл екеуін сырттарынан бақылаған медсестралар анасы мен қызы екендеріне көздері жетті. Жалғасы бар.